Заринаға өлең айтқан болатын ғой енді. Бірақ та мен бүйтіп қарап тұрсам, сол өлең айтқан Заринаға емес, больше Айгүлге өтіп кеткен сияқты ма деп ойлаймын да. Егер де көрген болсаңыздар, Айгүл сол Тәуіржанның айтқан именно сол звукқа барып TikTok түсіреді, қайта-қайта видеоларын сол звукқа жасайды. Мен білмеймін, енді Тәуіржан мында маған бір қыз ұнайды деп интрига жасап кеткен кезде бірден бірге енді Айгүл өзіне алып қалды ма деп ойлаймын да. Әлі де бір дәмеленіп жүр ғой деп ойлап отырып. Иә, Балауса ханым, мен де көргем, осы жақта видео түсірген кезде Айгүл келіп, осы Гүлжанның несі музыкасы күшті, иә, кеш мен видеоға түсірші деп қоймай қойған ғой келіп мына жақта. Сосын мен бір сұрақ қойып кетсем бола ма? Енді сіздерде тәтті әңгіме болып жатыр, күштіреп айтып беріп жатсыздар. Енді үйдегі ата-аналарыңыз не деп жатыр, соны айтсаңыздар. Иә. Мен ата-анамда мама айтып жатыр, енді жақсы таныстық болсын, көр, Гүлжан жақсы жігіт сияқты деп көкем айтты. Тәуіржан жүрегі таза жігіт деген сияқты. Бірде айтып бірге көштіңіз ғой, енді Аида. Негізінде сұрақ не болып еді? Мен тіпті шатасып қалдым ғой. Ата-анасы туралы сұрап жаттыңыз, және де екі Аида. Оның алдында Айгүлді айтып жатсыздар. Шынымен де енді бір Айгүл жауап берген жоқ, ештеңе деген жоқ. Сол үндемей отырғанына таңғалып отырмын да. Бүгінде мысалы киіп келген көйлегін қарасаңшы, бір Гүлжанның көзіне түсу үшін киіп келді ма